Бүгінгі видеода біз 7-ден 4 саны мен 7-ден 5 санын салыстыратын боламыз. Видеоны паузаға қойып, өзіңіз шығарып көріңіз. Енді жалғастырсақ. Бұл жерде, яғни бұл бөлшектердің бөлімдері бірдей, яғни 7 санына тең. Біз оны былай жазайық, яғни 4 көбейтілген, яғни 7-ден 1 саны, және де салыстырамыз 5 көбейтілген 7-ден 1 санымен. Қалай ойлайсыздар, қай сан үлкен? Яғни бұл жағдайда бізде 7-ден 1 деген бөлшек, ол екеуінде де бірдей, яғни өзгеріссіз, ал 4 саны мен 5 санын салыстырсақ, қай сан үлкенірек? Әрине 5 саны үлкенірек. Олай болса, 7-ден 4 бөлшегі кіші 7-ден 5 бөлшегінен, яғни кіші екенін көрсету үшін біз нүкте қойып кіші жаққа қарай қоямыз да, ал үлкен жаққа қаратып осы таңбаны қоямыз. Яғни 7-ден 4 кіші 7-ден 5 бөлшегінен. Дәл солай 4 көбейтілген 7-ден 1 бөлшегі кіші 5 көбейтілген 7-ден 1 бөлшегінен. Енді, ал егер бізге берілген бөлшектердің, мысалға 4-тен 3 бөлшегін алайық, алымдары бірдей, ал бөлімдері әр түрлі болса, қалай салыстырамыз? Яғни 4-тен 3 және 9-дан 3 бөлшектері берілген. Осы жерде алымдары 3-ке тең, яғни бірдей. Бұны түсіну үшін біз, яғни 3 санын бөлек жазамыз, 3 көбейтілген 4-тен 1, және де 3 көбейтілген 9-дан 1 деп жазамыз. Осы екі бөлшекті салыстырайық. Бұл жерде, яғни түсініксіз, қай сан үлкенірек? 3 деген ол өзгеріссіз қалады, алайда біз 4-тен 1 үлкен бе, 9-дан 1 үлкен бе екенін білмейміз. Сол себепті 4 бұрышты салайық. Енді бірінші жағдайда осы көрсетілген 4 бұрышты тең етіп 4 бөлікке бөлейік. Сонда осының бір бөлігі ол 4-тен 1 дегенді білдіреді. Енді келесі жағдайда бізде 9 бөлікке бөліну керек. 9, яғни бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 бөлік болды. Осының бір бөлігі ол 9-дан 1-ге тең. Енді салыстырайық. 4-тен 1 үлкен бе, 9-дан 1 үлкен бе? Әрине, бұл жағдайда 4-тен 1 үлкенірек. Үлкен екенін көрсету үшін, яғни біз нүктені кішкентай жаққа қарай жазамыз, және де үлкен жаққа қарай осы таңбаны көрсетеміз. Дәл солай, яғни 4-тен 3 үлкенірек 9-дан 3 бөлшегінен. Тереңірек түсіну үшін 4-тен 3 бөлшегін көрсетейік. Яғни 4 бөліктің 3-еуі боялған. Олай болса 1, 2, және де 3. Ал келесі жағдайда бізде 9 бөліктің 3-еуі боялған. Олай болса, яғни бізде 1, 2, және де 3. Қалай ойлайсыздар, қайсысы үлкен? Әрине, 4-тен 3 бөлшегі үлкенірек. Яғни, осы видеодан келетін қорытынды, егер бізге берілген бөлшектердің бөлімі үлкен болатын болса, соғұрлым ол бөлшек кішірек болады. Себебі ол көбірек бөліктерге бөлінеді. Ал егер бөлшектің алымы үлкен болатын болса, онда ол бөлшек соғұрлым үлкен болады.